Солтүстік Қазақстан облысы эпидемиологиялық ахуал күрделеніп жатыр. Күн сайын ауруға шалдыққандардың саны артып келеді. Наурыз, сәуір, мамыр айларында вирус жұқтырғандардың саны Петропавлда небәрі 26 болған. Өткен тәулікте облыс орталығында КВИ жұқтырған 24 адам тіркелді. Қазіргі уақытта инфекциялық орталықтары 43%-ға толық. Сондықтан қараша айының 9-нан Петропавлда карантин режимі күшейтіліп, блок бекеттер қойылады. Шаһардағы шектеу шаралары жайлы бүгін қала әкімі Болат Жұмабеков рет-ретімен мәлімдеп берді. Петропавлда індетке шалдыққан адамдардың саны күн сайын артып келеді. Тек соңғы аптада 105 жағдай тіркелген. Жағдай одан әрі ушығып кетпеу мақсатында облыс орталығында 9 қараша күні карантин режимі енгізіледі. Петропавлда Мамлютка, Булаев, Бескөл, Шаховское ауылдары және Солнечный ықшам ауданы жағынан 5 блок бекет орнатылады. Мы разделили город на 6 секторов. 9 қараша қала жабылады. Сол себепті осы уақытқа дейін тұрғындар тұрғылықты жеріне шығып немесе оралулары қажет. Қала тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдар қалаға кіріп шыға алады. Бірақ осы ұйымдардың басшылары қызметкерлерінің тізімін жергілікті әкімдікке жіберуі тиіс. Мысалы, егер ұйым облыс аудандарының бірінде орналасқан болса, онда оның тізімін аудан әкімдігіне жібереді. Егер ұйым қалада орналасқан болса, онда тізімді бізге, әкімдікке жолдайды. Сондай-ақ блок бекеттерден апаттық құтқару қызметтері мен жедел жәрдем автомобильдері кедергісіз өте алады. Петропавл қаласына кіру үшін тұрғындарды 5 жасқа дейінгі балаларды қоспағанда ПТР тест нәтижесі болуы тиіс. Айта кеткен жөн, тесттің жарамдылық мерзімі 3 тәулік. Карантин талаптарына сәйкес қалалық автовокзалдың жұмысы уақытша тоқталуына байланысты. Шаһар мен аудан арасындағы ресми және бейресми жеке тасымалдаушылар қызметтері шектелді. Қала ішінде тұрғылықты мекен жайынан жұмыс орнына дейін және кері қайту үшін жұмыс берушіден анықтаманың болуы қажет. Қоғамдық көліктер тек дүйсенбі жұма аралығында сағат таңғы 6:30-нан 22:00-ге дейін жұмыс істейтін болады. Талап бір: автобустарда адамдар міндетті түрде медициналық маска тағуы қажет. Будут усилены, как я уже говорил, меры контроля за всеми субъектами. Карантин кезінде ойын-сауық нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз. Олар театрлар, мәдениет объектілері, түнгі клубтар, сауда үйлері жанындағы балалар ойын алаңдары, фудкорттар, ойын клубтары, боулинг орталықтар, аквапарктар және діни нысандардың қызметі уақытша тоқтатылды. Петропавлда жасы 65-тен асқан қарт адамдардың саны 45 мыңнан асады. Қала басшысы оларға үйлерінен еш себепсіз шықпауға кеңес берді. Қала аумағындағы медициналық ұйымдар, азық-түлік емес дүкендер мен базарлар, азық-түлік тауарлар мен сауда объектілері, қызмет көрсету және туризм саласының объектілері, спорт мекемелері, қоғамдық тамақтандыру объектілері мен білім беру мекемелері, халыққа қызмет көрсету орталықтары мен колл орталықтары жұмыстарын жалғастырады. Алайда жұмыс уақыты шектеулі және қызметкерлердің 30-50% ғана жұмыс орында болып, қалғандары қашықтан жұмыс істеуі тиіс деді шаһар басшысы. Жанбота Естайғызы, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.